Салам алейкум достар, сендермен бірге мен достар, барлықтарыңызға мәлім Free Fire жаздық обновасын өте үлкен ауқымды обновасын жасаған болатын. Енді сол обновада Free Fire Garena өте жомарт болды. Байқадыңыздар ма? Біраз нәрсені тегін беріп жатыр. На халяву біраз нәрсе. Ну, кәдімгі өте керемет нәрселер. Оның бірі және де ең кереметі питомец, яғни бүркіт. Өте керемет. Еще жанында скины бар. Оның барлығын қалай алу керек, оның барлығын айтатын боламын білмейтін жандарға. И және де гранатқа ананас скин. И тағы да басқа тоже қызға бір набор ма, скин ба, бір керемет нәрселерін беріп жатыр. Енді соның барлығын қалай алады бүгінгі видеода көретін боласыздар. Лайктарыңызды басып ана тіркеліңіздер, ал біз кеттік. Ең бірінші бізде достар, маусымның 12-сі берілетін Гаренаның атынан керемет халява, ол дегеніміз ананас гранат, ананас скин. Гранатымызға біздің 12-ші маусымнан басталады, 14-ші маусымда біз сол гранат скинді алатын боламыз. Бізде ең біріншісі золотой джекпот береді, екінші күні яғни костер береді 2 штук, ал үшінші күні біздің көптен күткен ең керемет гранат ананасымызды беретін болады достар. На халяву Гарена өте жомарт, әдемі ең керемет скиндардың бірін бермекші бізге. Но бұл не сырт жағы әдемде, бірақ та да урон анымнау еш нәрсесі жоқ. 14-ші маусым ойынға міндетті түрде кіріңіздер достар, себебі 14-ші маусым Гарена бүркіт питомецін на халяву барлықтарымызға бесплатно бермекші. Ол өте керемет, яғни сырт кереметіне өте әдемі, ну редкий деп айтпаймын, өйткені Гарена на халяву бергеннен кейін бәрінде болатын болады. 14-ші маусым ойыннан құр қалмаңыздар, және де онымен тоқтамайды. Гарена онымен тоқтамайды. Сразу 14-ші күні өздеріңіздің достарыңызбен ойнатсаңыздар, просто так Гарена сол бүркіттеріңізге скин бермекші. Отты, лава, әп-әдемі, кәдімгідей жесткий, әп-әдемі, кәдімгі от жалындап тұрған керемет питомецке сразу скин бермекші достар. Жаныңызда отты қосылшы жүрмекші. И онымен Гарена тоқтамайды достар. Жаздық обновлениеде Гарена өте жомарттығын танытты. Немен дейсіздер ғой? Оны рейтингте классикада ойнағандарыңызда құмды көрген шығарсыздар. Құмды сындырғанда сіздерге оның ішінен круг шығады. И сол кругтар бір түсті круг, осы круг, ол дейтін сол ішінен шығады құмның. Ал екінші мына кругты сіздер бірден таппайсыздар. Яғни ол кругты 15-ші маусым ойынға кірсеңіздер, сіздерге смело береді өздері. И және де тек бір күн ішінде 14-ші және де 15-ші маусым аралығында сол кругты алып үлгересіздер, әйтпесе үлгермейсіздер. Бұл кругты жинағанда сіздерге беретіні осы наборды береді достар. Ойлаңдаршы, осы наборды, және де қыздың наборы бар, ол білмеймін, мен маңызды деп шығарған жоқпын. Ал достар, осы наборды алуға үлгеріңіздер. Сіздерге бір кеңес берейін достар. 12-ші маусым мен 15-ші маусым аралығына Free Fire'ға просто так күн сайын кіріңіздер. Сіздерге Free Fire күн сайын кірген сайын бір нәрседен беріп отырады. И сөйтіп жаздық обновлениенің халявысына тойып аласыздар прям. И осы айтқандарым сіздерге көмегін тигізсе достар, осы видеоның астына міндетті түрде лайктарыңыз басып, керемет комментарийлерді жазыңыздар. Келесі видеода бәлкім өзіңіздің комментарийіңізді топ комменттер тізімінен көріп қалуыңыз ғажап емес. Достар, давайте арна тіркелейік. Қош салыңдар, сіздермен бірге болғанмен. Давайте, чуваки.